Таңертең ерте тұрып балапанымды садикке апарып осындай жақсы көңіл күймен үйге келе жатырмын. Үйге келсем, жолдасым осылай ет алып келіпті. Ертең баламның туған күні, соған қонақ күтеміз. Жақсылап барлығын жайғап, тұздап жатырмыз. Продуктылар әкеліпті, фрукты как положено. Содан кейін көршім тойға барып келген, осындай сүндет тойдан бізге сарқыт алып келіп, тоймен жақсылап тұрып чай ішіп алдық та, Магнумға продуктыға барып келдік. Осының барын тасып алып келдім. Балам да жақтан маған көмектесіп жатыр. Одан кейін түнделетіп, самсалардың барлығын түйіп қойын дедім. Қатырып қойсаңыздар, қыздар бір жұмысымыз кәдімгідей дайын болып тұрады да, сол кезде таңертең аласыздар да, қатқанды пісіріп аламыз. Маған солай өте ыңғайлы. Одан кейін салатқа картошка пай жасайын дедім. Бірінші картошкаларды ашып, жақсылап осылай теркадан өткізіп аламыз да, одан кейін 3-4 рет суда шайып аламыз. Сол кезде крахмалдардың барлығы кететін болады. Тряпкаға, яғни салфеткаға осылай қоямыз да, сәл